Бирмин сөзі бүгін шалдан қалған дүние құрылды ғой армандарман. Атасы ару уақытта туылған ел, тойды көрсе жаһандап ат қонған. Бүгінгі тамаша сатуайымдары әулетіне қош келдіңіздер. Орнымыздан тұрып, дуғол шапалақты ұрып, қойымызды бастайық ардақты ағайындар. Тұрамыз орнымыздан. Қазақтың өзі мынау сіздерге бір сұрақ қойын, ардақты ағайындар. Сіздерді нешеге шақырды бүгінгі Жомарт Кәусар Алмасқызының тойына? 12-ге шақырды. Сағат 2. Қандай күшті я, пунктуальный халықпыз. Ендеше тойымыз той қаласын, ардақты ағайындар. Көпке созбайын, әдептен озбайын, алдарыңызда Қызылжар еліне таңғалдырып жүрген өзіміздің тамаша самға Қызылжар өнер шығармашылық ортасын қошеметтеп ортаға шақырайық. Сөз анасы сәлемде дана халқым, өмір бойы сыйлап өскен ата салтын, иіліп сәлем бердік баршаңызға, деніңіз сау жүзіңіз болсын жарқын. Байлатып құнан түйіп сойдырған үй, ет тартып табақ тойдырған үй, аптаның сәтті күні той жасапсыз, тойыңыз құтты болсын, той қылған үйде ағайын бір қошемет болсыншы. Бүгінде қазақы дәстүрмен кеспекшіміз, олай болса қыздар етіңіз, шашы шашпадық ба, тәттіге бала тойсын деп, тәттіден шашу шашайын, той қызықты өтсін деп, шымылдығы да шайнайын. Тойға келген қонақтар шашудан құр қалмаңыздар, ақшаға қалта толсын деп, теңгеден шашу шашайын, жақсылық көп болды деп, Кәусар қыздарыңыздың жолында кедергі жоқ болсын деп, шаштым теңге күмістен ағайын. Сіздердің де әулетке осындай той жылысты болсын демекпіз. Уа құрметті ағайын, қазақ халқының ертеден келе жатқан салт дәстүрлерінің осынау алтын қазынасының бірі тұсау кесу рәсімі. Ертеде баланың тұсауын үш түрлі затпен кескен деседі. Ақ болсын, адал болсын, өмірдің ақта қарада жолдарынан сүрінбей өтсін дегенді ниет етіп, ала жіппен кескен екен. Қарны тоқ болсын, қайғы мұңы жоқ болсын дегенді ниет етіп, тоқ шекпен кескен екен. Көк болсын, қайда барса да жол болсын дегенді ырым етіп, көк шөппен кескен деседі. Бүгінде біздің балапанымыздың тұсауын алғаш кескелі отырғандықтан, қанеке ортаға ала жібін алдырайық ағайын. Қошеметтеріңіз. Және де кішкентай балапанымыздың ендігі басқан қадамы ақ болсын, оң болсын дегенді ниет етіп, арнайы анасы дайындаған ақ жолын ортаға төсесек ағайын. Қошеметтеріңіз. Және де атасы мен апасы кішкентай немересін өскенде қандай азамат, қандай азаматша болады деп асыға күткен деседі. Сол себепті тұсауы кескен балаға арнайы таңдауға заттар қойылған. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл кем бұра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қызымыз жүрген жерде елінің думаны тарқамасын деп өзіне домбыра сынамыз таңдауға. Қошеметтеріңіз. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң ақырар. Ақыл деген дария, алдын тостан тоқырар демекші. Билікте тек білімді азамат отырады демекші өзіне таңдауға. Кітап сынамыз ағайын. Қошеметтеріңіз. Ту көтеріп ел басқаратын, тұлпар мініп топ жаратын азамат болсын. Өзінің ортасының алды болсын дегенді ниет етіп таңдауға. Қамшы сынамыз ағайын. Қошеметтеріңіз. Және де баланың тұсауын кез келген адамға кестірмеген, көпті көрген
сүйген өмірде өз орнын тапқан азаматқа кестіретін болған деседі. Бүгінде біздің кішкентай қызымыздың тұсауын кесу Мараттай Қанекей ағамызға бұйырыпты. Қанекей, сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырып алсақ. Қанекей, ал қошеметтеріңіз. Ал тойыңыз құтты болсын. Бір ауыз тілегіңіз болар ма қызымызға? Ал құрметті қонақтар, ағайын туған бауырлар, бүгінгі Кәусар қызымыздың 1 жасқа туған күніне қош келіпсіздер. Сонымен қатар бүгін Кәусар қызымыздың сау кесер рәсімі өтейін деп жатыр. Ол мәртебе, сау кесу мәртебесі маған бұйырыпты. Ата-анасына, атасына рахмет. Кәусар қызымызға денсаулық тілеймін. Ата-анасына тек қана қызық, қуаныш, бақыты келсін. Әрбір басқан қадамы ақ болсын, оң болсын, өмірде сүрінбесін. Бәрекелді, рахмет. Сізге де осындай той жылысты болсын демекпіз. Олай болса, мінеки келіп қалған қонақтарымызды көп күттірмей, ортаға бүгінгі тойымыздың бас тиесін ағайын қошеметпен қарсы алайық. Құтты болсын, Қанекей, бір қатты қошемет болсыншы. Ал қызымызды ала жіптің алдына тұрғызып, аяғына сегіздеп ала жібін байып Қанекей тұсауын кессек. Күрмеуі шешілді өмірге алғаш басқан қадамы құтты болсын. Қаз балам, тәй бассаң мәз болам, басқаныңа қарайым, қадамыңды санайым. Жүгіре қойшы құлыным, желбіресін тұлымым, елгезек бол ерінбе, ілгері бас, шегім бе деп ағайын бір қатты қошемет болсыншы. Ал балапан не таңдайды екен, Қанекей отырғызып қояды?
Естерлеріңіз болсын. Қазақта атадан бота қалғанша бата қалсын деген жақсы бір сөз бар. Себебі бота бір жұттық, ал бата мың құттық деп жатады. Олай болса ортаға Тұрсынбек атамызды шақырып Қанеке қызымызға елей алмай деп ақ батасын қабыл алсақ. Ал Тұрсынбек ата Қанеке ортаға. Құрметті халайық, бүгінгі күн мінекей басымыз қосылып отырған Кәусар шөберемнің бір жасқа толған мерейтойына басымызды қосып отыр. Көптен көп рахмат. Осы менің жасымды берсін, үлкен азаматша болсын, әке шешесінің тегістігімен, ата-анасының бәріңе де осындай қызық жұғысты болсын деймін. Амин ата, айтқаныңыз келсін. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты бола берсін. Бәрекелді, қазақ халқында тамаша бар, ырым бар. Қанеке арқасына атамыздың шапан жапсақ ағайын. Қошеметтеріңіз. Осындай құрмадай тәтті қыз тәрбиелеген, құлшадай қуатты ұл тәрбиелеген үлкендеріміздің батасы ағайын әрбіреулеріңізге қабыл бола берсін демекпіз. Қанеке жәке шашыңызды ұрыңыз. Шаштарыңыздан балапанымыздың ендігі басқан қадамына жұғысты болысыңыз. Жақсылық сығалайды ғой. Бұл дәстүрде тек қана жоралғы жолы емес, үлкен бір жақсылықтың бастауы жатыр, үлкен тойдың бастауы жатыр. Ал ең бірінші той иесінің сіздерге деген ақ адал ниеті жатыр демекші. Қанеке той иесінен жаңағы тұсауын кескен Мараттай ағамызға сый сияпатын қабыл алсаңыз. Ана күліп, жақсы күнін ойға алсын. Басқа тойда тойламасаң тойлама. Балалардың мерекесі тойлансын ағайын. Әр қазақтың шаңырағында осындай той бола берсін. Тойларыңыз тойғылассын. Қошеметтер қойыңыздар. Самға Қызылжар шығармашылық өнер орталығы бәрекелді. Алдарыңызда тұрған Қанеке салаттан, тағамнан Қанеке қара шараптан бәлден алып отырыңыздар. Тойымызды бастаймыз. Рұқсат болса, мы начинаем. Кеттік. Опа! Қазақша той, қазақша той, қазақша той. Сегіз марқа қойды сойыңыз, осыны көптің ойыңыз. Осылан өсіне тоғардай байды, қазақша өтсін тойыңыз. Осылан өсіне тоғардай байды, қазақша өтсін тойыңыз.
осындай атасы, әжесі бар. Әрине, өзі бүгінгі тойдың иесі. Осы барша Кәусердің тойында ешкімді қалдырмаймыз, тек қана жақындары болады деп, барша жақындары осындай тамаша Тұран деген мейрамханамызға жиналып отыр. Ендеше көпке созбай, әдеттен озбай, осы тамаша кішкентай ғана бүлдіршінімізді құттықтап келіп отырған ең бірінші тілекті әрине ең жақын, ең бауырмал, пенсияны көп беретін атасы мен апалары бар. Сондықтан бүгінгі тойдың бісмілласын бастайтын Жомарт атамыз бен Алмагүл апамызды қол шапалақтап қош келдіңіздер. Енді шыға аламыз ба? Ортаға шақырайық кәнекей. Рахмет, тойларыңыз тойға оласын, сіздердің тойларыңыз ата апасы деп, мен жаққа қартай барасам, сіздер мен жақта жүрсіздер ғой, кәнекей. Сондықтан бүгінгі тойымыздың басын бісміллә деп, әрқашанда Жомарт атамыздан бастайық. Ал мынау енді құрметті қалайық, бүгін қош келдіңіздер. Мынау мейрамханаға. Осы мынау бүгін біздің қызымыз бірге толып жатыр. Бір жасқа әрқашанда осы қызымыз үлкен азамат болып, еліміздің бір бетке ұстар азаматшасы болсын. Әрқашанда біздерді қуантып жүре берсін. Денсаулығы зор болсын. Ата, анасы да аман болсын. Сол тек қана жақсылыққа ғана басымыз қосылайық, осындай ойын тойға ғана басымыз жиылсын. Осындай тойлар сіздерге де жұғысты болсын, жастарға да, сіздерге де. Сол енді еліміз тиіш осындай жақсылықта ғана кездесе берейік. Құрметті қауым, қош келіпсіздер. Міне бүгін біздің шаңырақта үлкен бір той болып жатыр. Ол тойдың куәгері біздің кішкентай ғана немереміз Кәусәріміз. 1 жасқа толып жатыр. Біріншіден немеремізге үлкен денсаулық тілеймін, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Атына заты сай Кәусәрдай өмірі таза, ақ, бұлақ болсын. Әнші болсын атасы сияқты. Осындай қызық қуанышта ортамызда бізді көңілдендіріп жүре берсін, бәріміздің ортамызда, туған туысқандардың орталарында. Ал енді бүгінгі келген қонақтар, сіздерге көптен көп рахмат. Мынау шеттен құдағиларымыз келіп отыр. Үлкен атамыз, не әтайым келіп отыр ортамызда шөбересінің тойына деп. Осындай туған туыс, бауырлар, достар, жолдастар келіп отыр. Бұл жерде бөтен адам жоқ. Алмаз бен Кариманың да жолдастары міне келіп отыр. Осындай қызық қуанышта жақсылықта ғана кездесе берейік. Өміріміздің бәрі тоймен өтсін. Немере балдан тәтті дейді. Соны енді біз жаңа міне сезіп жатырмыз, соның шет жағасын. Өзіміз де міне ата әже болып жатырмыз, тәуба деймін. Өте қуаныштымын. Қазіргі таңда енді жұмыстан келгенде расында да мауқыңды басатын немере екен. Сондай немере сіздердің бәріңізге жұғысты болсын. Немересі барлар шөбере көрсін. Солардың артынан біз де еріп, ойнап күліп жүре берейік. Кейін отырыңыздар, бұл жерде ешқандай бөтен адам жоқ. Барлығыңызда ойнап күліп, көңілдеріңізді көтеріп, ішіп жеп, сіздерге де арналған бұның барлығы. Ішіп жеп, ойнап күліп отырыңыздар. Үйлеріңізге көңілді қайтуға тілеймін. Рахмет. Тойларыңыз той қаласын, ата әжелердің тамаша түрлі тойы. Әрине осы кісілердікі, сондықтан қазір міне баршаларыңызды мүмкін ән сосын айтасыздар, или сосын айтамыз. Жақсы, жайғасып отыра қойыңыздар. Тойымыз той қаласын. Қазір міне үлкен асымыз дайын деп жатыр. Бүгінгі Кәусар кәнекей кішкентай қызымыздың барша жиналған құрметті қонақтарымызға арнайы дастархан үлкен асымыз ететке, сорпа бетке деп үлкен асымызды қарсы алайық шіркін-ау. Ай бәрекелді. Ақылбек бастаған табақ кәнекей. Қазақтың етіне не жетсін? Құлағынан көрінбейді ғой ет десе.
омыртқа, жәржая, сарымсақ. Картошка жоқ, қымбаттап кетті. Қасапшылар дайындығыңыздар, ақын-ақын. Қақырас. Әбейт уақыты. Әрбір сөйлен бір жігіттер, кәнеге қасапшылар, асықпай тұрауыңыздар. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойымыздағы мынау
ас келді. Астан кейін тілек бермей жатардың алдында рұқсат болса баршаларыңыз ауыздарыңыз дәмде, көздеріңіз тамаша видеода болса. Қазір сіздерге мынау асы турап алдыңыздар. Әдемі LED экранға светті сөндіріп назар аударсаңыздар, бүгінгі Жомарт Кәусар Алмаз қызына дайындаған әдемі видеоролигіміз бар. Ендеше назарларыңыз осы жақта болсын. Көрініп жатыр ма сіздерге? Қазір Алмаз өзі дайындап қояды. Тілекті астын бірге қошеметтеп қойыңыздар. Арық атасы Тұрсынбек. Бәрекелді. Ахмет. Құрметті құдағилар, және де Жомарт баламның құрдастары бар. Көптен көп рахмет. Кәусәрдің дені сау болсын, әке шешесінің амандығы мен өзінің үлкен азаматша болып, тек қана туған туыстарына бәріне жақсылық, жақсы деген ат естіртсін. Келген аяқтарыңа гүл бітсін, осындай қызық бәрің үйлеріңде бола берсін деймін. Рахмет. Светті сөндіріп, тамаша дайындаған ролигімізді көрсеңіздер, ауыздарыңыздарында көздеріңіз видеода болсын.
Şanal kanı birisi
берді. Тамаша тойымыз той боласын, ардақты ағайындар, қазір енді бір тілектен кейін бізде ойын басталады. Сондықтан ортаға мынау Асылтай Нағашы апамызды бір шақырып қоюымыз басты. Келіңіз, тамаша тілекке. Қайда болсы? Міне осылай шығу керек. Нағыз той, сондықтан қош келдіңіз, сіздерге отдельно тілек беріп жатырмыз. Бүгінгі Асылтай Нағашы апамыз. Ал, рұқсат болса сізге. Конверт не надо, парнамыз деді. Ал құрметті қонақтар, мынау Жомарт құда, Алмагүл құдағи, үлкен құда, мінекей сіздер бүкіл ағайын туыстар осы жерде бөтен кісі отырған жоқ. Бәрі ағайын туыс қой. Біздің жақтан енді бір үстел астаналық жастар келіп отыр. Еркіннің қарындасы бар Астанада. Бір Қарағайда шаңырақ ұстап отырған Жеткін деген інісі бар. Жарқын деген інісі Астанада тұрады. Соның балалары келіп отыр осы тойға. Сосын менің үлкен қызым Ақжан Астанадан келіп отыр, таныстыра кетейін. Сосын Айнұр мен Самат екеуі Алматыдан келіп отыр. Сол енді мынау тойларыңыз тойға ласын. Тойларыңыз жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Басы өте жақсы басталды. Жастар мінекей Алмас, Карима, Коканя нашы. Бақытты болыңдар. Өмірде тек қана жақсылық көріңдер. Ата-аналарыңды сыйлаңдар. Бұл өмір деген қысқа ғой. Ешкімге де бұл өмір бақыт әкелген емес. Егер де сен үлкенді сыйламайтын болсаң, қадірлемейтін болсаң, онда ол сенің біріншіден ағайын туғанның алдында, жолдастарының алдында абыройың кетеді. Екіншіден, біз енді қазақ келгесін дүниеге, менің өзімнің қыздарының бәрінің үйде құдағиларым бар. Бәрі де қайненелерімен тұрады. Ол да бір ырыс деп ойлаймын. Қазіргі заманда бұрынғы совет үкіметі емес, қазіргі заманның жастары басқаша ғой. Мынау болып атқан тойларыңыз қайырмен келсін, денсаулық болсын, бақыт болсын, заманымыз тыныш болсын, тек қана өмірде жақсылық болсын. Сіздердің өмірлеріңіз ұзағынан болсын. Үлкен құдамыз аман сау болсын, ауырмасын, сырқамасын. Мыналар Алағаштағы ағайын туғандарыңыз аман есен боп, өмірде тек қана жақсылықта бір-бірімізбен көрісейік. Жамандық жағы бізден әулақ болсын. Екі жас бақытты болсын. Кәусарымыз үлкен ер жетіп, ертең жоғары білім алып, бірінші класын аттап, одан кейін 11 класын бітіріп, 12 класс бола ма, ол кезде бір Алла біледі енді. Жоғарғы оқу орындарына түскен бізге көруге жазсын. Сол енді амандықпен, жақсылықпен кездесейік ағайындар. Тойларыңыз тойға ласын. Ал енді мынау кішкене өзімнің жолым енді. Мынау Кәусар туғанда кішкене подарктарды енді көргендеріңіз бар, көрмегендеріңіз бар. Әкелгеміз құдағиға алтын сақинасын, бөрігін деген секілді, құдаға шапанын деген секілді жолдастары көрген. Ал мынау енді той малы, сосын бір жәшік арақ, енді мен Астанадан келіп отырмын. Оны сүйреп әкелуге жолдасым жоқ, бала Ақтауда тұрады. Сондықтан конверт жүзінде алып келдім. Мынау құдағиға алтын сақинасын берген, мынау енді аман есен жаны қалған қызыма алтын сақина берейін деп тұрмын. Сосын той малымен бір жәшік арақ, құда сізге ақшада енді. 50 мың. Осы мәрте той екенеге, ой шіркіна, Нағашы апамыз қой бұл. Ештеңені аямайды. Әне қызынан.
барсықшы, давайте баршаларымыз келіңіздер. Баннерға барлықтарымыз қалыңыздар. Қандай әдемі жасап қойған. Аталар әжелер болғандықтан кейін бір Нұрлан Өнербаевтың әні болсын, өздеріңіздің жақсы көретін. Баршаларыңыз соғыстырып қойыңыздар. Кәусар қызымыздың денсаулығы мықты болсын. Атымен бірге бір кішкене бір вальсқа шақырайын сіздерді. Суға сіңген заттайын, тұңғиыққа батпайын, сүйген адам әрдайым түсінеді жатшайын. Жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын, жаным сені сүйемін, оған куә аққайын. Жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын, жаным сені сүйемін, оған куә аққайын. Үзілістік сыйластық, арада бар қимастық, өткен күндер өтті ғой, кімде болмас қожастық. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын, қош жүрегім көңілім, жерлегіме сыймаймын. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын, қош жүрегім көңілім, жерлегіме сыймаймын. Шіркін-ау, осындай кезіндегі Нұрлан Өнербаевтың айтқан әндері қандай тамаша ағайындар. Қазақтың әндері, қазақтың күйлері, қазақтың жырлары мен қазақтың сөздеріне не жетсін. Аман болып қайдағы, жүре берші жайрана, түн қойында болмай ма, сүйсінуге айқара. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім күнде мен, айда күнде жақсы ғой, бірін білмеген. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім күнде мен, айда күнде жақсы ғой, бірін білмеген. Айда күнде жақсы ғой, бірін білмеген. Бәрекелді, рахмет сіздерге. Тойларыңыз той боласын. Әже деп жатырмыз, Құдай, Алмагүл апамыз қайда? Сол кісіні бір шақырып алайыншы ортаға. Где наша бабушка? Жаққа, бәрекелді. Шіркін, осы кісіні күшті қылып шақырайын дегенде. Жоқ қой, жоқта. Итак, ладно. Встречаем апа, бабушка, тәте! Қойсыздығым, сондықтан өзіңіз сияқты бір шөстір бір тәтелеріміз бар ма? Алыстан келген бе бір күшті бір любойына дайын, мына жақта отырған бір үш жеңгеміз. Жоқ, просто атын айтсаңыздар шығады ғой. Давайте, бірінші кім? Айнұр Құдаша, дуғыл шапалақтан встречаем! Айнұр Құдаша! Немей!
Ладно. Екінші адам. Екінші Анар. Анар, встречаем, Анар. А мне қошеметтер береке. Молодец. Так. Анар дедік, Гүлжан. Стоп, кім дедіңіз? Гүлжан қошеметтеп қарсылайықшы. Гүлжан тәте қайдасыз? Осы сіз шақырмеп тұрғандай кәкірі. Опа! Мама, мен ада отырайын. Мен енді кішкене жастарға көңіл бөлейін, ортаға встречаем, как сказала маған бүгінгі Арай қарсалайық. Ортаға встречаем, Арай! Despacito, mira tu cuello despacito. Это мне Карима сказала, Арай! Ой, стоп. Рахмет. Шық қойды ғой өздері. Так, ортаға Айжан қайда? Айжан! Молодец, Айжан. Рахмет сол. Ойбай, егіға музыкалар. Және кейін мына жерге кім дедің? Айт. Гүлім. Гүлім жан оғыл шапалақтар қарсылай. Қайдасың? Міне. Қараңыздаршы, мынау Кәусардың тойы, сондықтан қыздарды шақырдым, специально қыздарды шақырдым. Бізге бірінші ойын всегда оңай болады. Өйткені тойдың басы жаңағы аталар мен әжелер айтып жатыр. Сондықтан бірінші сұрақ сіздерде. Кімде машинаның правасы бар? Екі адамда машинаның правасы бар. Сондықтан бүгінгі Кәусардың тамаша тойында ер адамдар вообще көмектеспейді. Бірінші ойын самый оңай ойын. Итак, самая лучшая водительница этого тоя номинациясы. Стоп. Машинаның запчастьлерін айтасыздар, бітті сосын. Так, жігіттер көмектеспейді. Итак, кім білмейді ойынан шыға келеді. Подарка демеш бағанды көп бағанақа алмасы қанша міне Карима қаншама күшті подаркалар дайындап қойыпты, мощный подаркалар көп. Итак, поехали бірінші запчасти. Фары. Мотор. Руль. Двигатель. Стартер. Колеса. Амортизатор. Вентилятор. Вентилятор, какая. Прокладка. Коробка передач. Рулевая рейка, керек болса. Свечи. Ремень. Ручник. Лобовое стекло. Аккумулятор. Бак. Педали, мыналар бәрі кетпейді ғой ешкім. Тоғырымыз? Зеркало заднего видения. Я тебе покажу деп. Кеттік ал? Подшипник. Подшипники. Ау. Заблок. Замок. Муфта. Выхлопная труба. Диски. Поврик. Бәрін біледі. Чехол. Кім? Кондиционер. Радиатор. Болды ма? Кресло. Поехали дальше. Печка. Давай. Раз, два, три. Все. Все, понял. Мен сізді көп қинағым келіп тұрған жоқ, потому что тамақ суып кетеді. Тұғыл шапалақтан қой, рахмет. Стоп, поехали. Капот. Болды. Раз, два, три. Есть еще варианты? Зажигатель. Зажигатель деген жоқ. Рахмет сізге, ойнан шыға бересіз, тоқтаңыз. Ең подаркалар мощный. Тормозные колодки. Тормозные колодки было? Не было. Тормоз
сразу? Сцепление. Сцепление. Поворотник. Багажник. Шины. Газ. Газ баллон. Мне надо. Точно. Раз, два, три. Не знаю. Думал, что флаг такой. Молодец. Пожалуйста, тебе специальный подарок. За 3-е место. Так, поехали. Ой, мы не знаем. Сразу мы не знаем. Раз, два, три. Ваш ответ? Аптечка. О, аптечка. Ешкім айтқан жоқ? Бардачок. Болды ма бардачок? Не было? Боковые зеркала. Болған сияқты, боковые зеркала болған сияқты. А, кстати. Фары дальнего Құдай, фары дальнего, ближнего, среднего. Так, немене қалды бізде? Аварийный. Аварийный знак болды ма? Анна говорила. Раз. Два. Три. Сдается. Қошеметтер қойға ағақтағандар. Тамаша тойымызды. Отол Нағмесі ма елерсе екен? Рахмет. Итак, Духов Шапарата, құрметті қонақтар, самая лучшая водительница этого тоя. Есіміңіз кім болады? Гүлжанға қошеметтің шапана. Молодец! Рахмет, Гүлжан. Мынандай тойымызда кішігірім жай ғана жеке әдемі бір ойындар болса, бүгінгі тамаша тойымызды әрман артай жалғастырайық. Бірінші дастарханды ортаға шақырайық. Атамыз отыра берсін, нағашы апамыз отыра берсін, қалғандарыңызды, баршаларыңызды тілекке шақырамын. Бірінші стол. Бірінші дастархан. Келіңіздер, бер қатырайық. Опа! Елемейміз, Біз бірінші дастархан деген кезде әрине жақындары, туған туысқандары шығады. Сондықтан енді бірінші столда тілекті бұзбай, баршаларыңыз сыйлы қонақтарсыздар, сондықтан баршаларыңыз айтуға болады. Ең үлкеннен бастасам. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мынау Жомарт пен Алмагүлдің шаңырағында үлкен той болып жатыр. Қайырлы құтты болсын. Мынау ең бірінші айтарым, мынау жездеме рахмет, үлкен төрде отыр ғой. Сол кісіге рахмет, осындай балапандарын өсіріп, үлкен семья қылып, шөбере сүйіп отыр. Алла разы болсын, өміріңіз ұзақ болсын жездеміздің. Жомарт рахмет, мынау үлкен той істеп жатсың шаңырағыңда. Мынау қайырлы құтты болсын. Немере қызыңның шаңырағы да биік болсын. Алмаз, мынау келін екеуіңнің шаңырағың биік болып, әрқашанда осындай өбірлі-шөбірлі бола беріңдер. Балапандарың көбейе берсін. Мынау ата-анаңды қуанта бер. Міне көріп отырмыз ғой, міне жаңағы видеода қандай бақытты болып жүргендерін, міне әкең мен шешеңнің. Осындай бақытты қыла бер. Енді сендерге тілейтінім денсаулық, жездеме бірінші денсаулық, сіздерге денсаулық, мына бауырларыңа, бүкіл туған туысқандарыма үлкен өмірі ұзақ болсын, шаңырақтары биік болып, әр шаңырақта осындай той бола берсін.
кім Жомарт құда, кім Алмагүл құдағи, Алмаз, Карима. Мына бүгін кішкентай сәбидің бірінші мүшелі жасы құтты болсын, жасы ұзақ болсын, үлкен азаматша болсын, жалғыз болмасын, артынан ерген іні қарындасы болсын, сіңлісі болсын. Мына дастархандарың осылай қызыққа жайылсын, көргендерің қызық болсын. Міне арада жүрген үлкен аталарыңыз аман болсын. Міне осылай жақсы тойлар бола берсін, үлкен азаматша болсын. Жарайды енді мына бүгін үлкен той болып жатыр. Бәрі құтты болсын. Мынау кішкентай балапан үлкен азамат болып, соның қызығын бәрімізге көруге жазсын. Мынау жасап жатқан дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Достарыңыз көп болсын. Осындай тек жақсылықта, амандықта кездесейік. Құрметті қонақтар, құдағилар, құдашалар, қош келдіңіздер. Бүгін міне Жомарт пен Алмагүлдің шаңырағында үлкен той. Алмаз бен Каримамыз міне кішкентайлы болып, былтыр міне биыл жасқа келіп жатыр, сау кесіп жатыр. Сол балапан дені сау болып, үлкен азамат болып өссін, ортамызда қуанышымыз болып жүре берсін. Былтырғы жылы сол енді үлкен анамыз осы Алмаз үйленгенде қуанып еді, Кариманы келгенде басына орамалын салып жолымды берсін деп. Кәусәрдің өмірге келгенін көрмей кетті арманда. Сол енді өзіміз есеңгіреп анамыздан айырылып жүргенде осы Кәусәріміз келіп бізді кішкене есімізді жидық. Сол әжесінің, үлкен әжесінің жолын берсін, жасын берсін. Карима да үлкен, өзіміз жақсы көреміз. Жақсы өзіміздің келініміз болсын, ибалы келін демейміз, өзіміздің қызымыз сияқты қазір сіңісіп үйреніп кеттік. 1-2 жыл болса да ортамызға келгеніне сол үлкен әжелерінің жолын беріп, сондай үлкен ана болсын, ақ жаулықты Жомарт пен Алмагүлдің шаңырағында осындай ыңғайлаған сәбилер келе берсін. Дастархандар тек қана жақсылыққа жайылып, той-қаласа берсін. Алмаз бен Карима бақытты болсын. Сол көргеніміз қызық болсын. Құдағи сізге де көп рахмет, міне алыстан келіп, міне осылай қуанып атсыз сізді. Сізге де зор денсаулық. Құданың енді көре алмай кетті о кісіді. О кісілердің енді әруақтары осы жебеп желеп жүрсін. Осы шаңырақты, Жомарт пен Алмагүлдің шаңырағын жебеп, құдамен үлкен әжелері осындай ақ болып, дастархандар майлы болып, көңілдер жайлы болып, осындай тек қана той болсын. Бақытты болсын Алмаз бен Карима. Ойлаған ойларына, тілеген мақсаттарына жетсін. Алға қойған ойлары бәрі орындалып, тек қана жақсылық болсын деймін. Сол Кәусәріміз үлкен қыз болсын. Ортамызды шулатып, улатып жүре берсін. Ылғи көшіп келіп ауылға көшіп кетіп атады ылғи. Солай осылай қаламын ауылдың ортасында осылай жүре берсін. Сол бәріңізге де осындай той жұғысты болсын. Ал енді құрметті қауым, міне бүгін құда, Тұрсынбек құда міне шөбереңіз бірге барып, бір жасқа толып жатыр. Және де тұсаукесер тойы құтты болсын. Міне апа жезде, мынау алғашқы тұңғыш немерелеріңіз қуанышы құтты болсын. Атына заты сай болсын. Мынау жақсы көрікті де қыз болып өссін. Енді өздерің сияқты білімді болсын, әнші болсын. Жаңа бекерден бекер кітап ұстаған жоқ қой. Оғанда біздің қатысымыз бар, бізді студентпіз ғой, 5. Енді ал Алмаз өк, Карима, мынау кішкентай қыздарың үлкен қыз болсын, бақытты болсын ең бастысы. Домбыраны бекер ұстаған жоқ, Алмаз өзің сияқты тамаданың көмекшісі болуға жазсын. Карима енді бұғалтыры ғой. Енді Карима қайда өзі? Ал Ботақан мынау
байқап отырсың ба, папаң мен мамаң бір костюм киді, папаң мен жолдасың бір костюм киді. Енең сияқты костюм киіп ал енді сен де. Қалжыңдағаным ғой, көңілді отырайық ағайын. Бақытты болыңыздар. Құрметті құда-құдағилар, қош келдіңіздер. Қонақтар, Алмаздың жолдасы, Жомарт інімнің жолдастары. Бәріңізде бүгін біздің әулетте үлкен той болып жатыр. Кәусарымыз кішкентай. Үлкен қыз болсын, тұсаукесер болып жатыр. Алмаз бен Карима бақытты болсын. Туған туысқандары, жан жақтағылар бәрі аман болсын. Мына ортамыздағы отырған атайым да жасай берсін, Құдайдың берген жасын. Ол деніміз сау болсын. Осындай тойлар жұғысты болсын. Үйленбеген жігіттер екеу болсын. Бәрімізде осылай тек қана жақсылық, амандық, басымыз жақсылыққа ғана қосыла берсін. Ал құрметті қонақтар, маған дейінгі айтылған, менен кейінгі айтылған тілектерге қосыламын. Той-тойға ұласа берсін. Кәусардың туған күні құтты болсын, жасына жас қосылсын, үлкен азаматшы болсын. Жаңа айтып кетіп жатыр. Әжесі мен атасы көрмей кеткен той ғой. Енді біз соның тойына шомыла берейік, қуана берейік. Өзінің жеткен дәрежелеріне дегендей. Папасына қарап, талантливый болсын да, папасы сияқты деп біз тілейміз. Музыкантшы, әнші болсын, ертең бір концертқа баратын болайық деп өзіміз. Сіздерге құда-құдағи зор денсаулық, ашық аспан, жұмысыңыз жемісті болсын. Осындай той жасап жатсыздар. Көп-көп рахмет. Кәусар жаздығына келгенде алтын сырғасын бергемді, бірінші рет келіп тұр деп, енді мен наряд алып келдім да оған. Біздің подаркаларымыз бітпесін біздің қызыңызға. Жарат, құрметті қонақтар, Алмагүл, Жездешка, Алмаз, Карима, мына Кәусардың туған күні құтты болсын. Үлкен қыз болып өссін, артынан бауырлары ерсін. Әзімбек пен Гүлжанға да қайырлы болсын, крестный мама, папалары, қыздары жасқа толып жатыр. Сендерге де жұғысты болсын. Сол анжақ Құдағи аман болыңыз. Осылай қыздарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз, немерелеріңіздің. Сол барлығы жақсы болсын. Аман болыңыздар. Ал жарайды, Құдағи, Жомарт, Алмагүл, Алмаз, Карима, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Кәусар үлкен, ақылды, әдемі, сұлу қыз болып өссін. Жаңа айтылып жатқан тілектерге бәріне қосыламын. Періштенің құлағына салынсын, атаның жасын берсін. Осылай тек қана той думанда кездесе берейік. Мына алтын сырға біз Темірлан екеуміздің атымыздан Кәусарға. Баршаларыңыз айттыңыздар ма? Ендеше әншілер де жоқ қой мен жерде, өлең айтатын ешкім жоқ па? Кәусардың тойында бір әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой қазақ халқы. Жарайды да. Баршаларыңыз. Алты әжелерімен, әкесімен, шешесімен бірге